Баршаңызға қайырлы күн. Егер сізде блины, яғни құймақтарыңыз дұрыс шықпай жабысып қала беретін болса, енді блины пісірмеймін дейтін болсаңыз, осы рецепті соңына дейін қараңыз. Бір жасағаннан жұмсақ әрі ажурный болып шығатын құймақтардың рецептін сіздерге ұсынамын. Алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып аламыз, үстінен тұз және қант салып, жақсылап араластырып аламыз. Араластырып алғаннан кейін үстінен сүт құйып, артынша ұн саламыз. Ұн салғаннан кейін жақсылап араластыру міндетті түрде іртіктер, яғни комочектер қалып қалмайтындай жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстінен майымызды құйып, артынша қайнап тұрған ыстық кипяток құямыз. Қайнап тұрған судың ішіне сода ешнәрсе салмаймыз. Менің суымның түсі ақшыл болуының себебі сүт құйған ыдысқа құйдым. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің массамыз дайын. Енді қатты қызып тұрған табада, яғни сковородкада пісіретін боламыз. Міндетті түрде қатты қызып тұруы қажет. Қатты қызбаған табаға құйсаңыздар жабысып қалады. Сондықтан міне осындай түтіні шығып, қатты қызып тұрған таба болуы міндетті. Міне көріп тұрғандарыңыздай құйған сәттен бастап тесіктер пайда бола бастайды. Енді шет-шеті қызарғанға дейін пісіретін боламыз. Міне шеттері қызара бастады. Енді аударамыз екінші бетіне. Екінші беті бірінші бетіне қарағанда тезірек піседі. Осылайша бірінен соң бірін пісіріп аламыз. Міне қараңыздар, қандай ажурный, жұқа және жұмсақ болып шығады. Мен осыған дейін әртүрлі рецепттермен пісіріп көрдім, бірақ үнемі жабысып қалатын, не болмаса массасы дұрыс шықпайтын, ең идеальный рецепт дейді ғой, сол осы рецепт. Қазір мен үшін құймақ пісіру өте жеңіл және таңғы асқа пісіргенде көп уақытымды алмайды және дәмді болып шығады. Бастысы табаларыңыз қалың болуы қажет және қатты қызып тұруы керек. Одан кейін осы рецептпен массасын дайындап алсаңыз болғаны. Каналымда әртүрлі тағамдардың және тәттілердің құпиясыз рецептімен бөлісіп отыратын боламын. Сондықтан каналыма кіріп тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған әсел ас болсын. Рецепт ұнаса комментарий мен лайк басуды ұмытпаңыз.